Мен Өмірзақ Нұрсұлтан. Бала кезімнен кеденші болуды армандадым. Көкшетау қаласында жоғары оқу орнын бітіріп, қарулы күштерде отан алдындағы борышымды атқарып, мемлекеттік мекемелерде жұмыс істедім. Кейін Ақмола облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің Көкшетау кеден ресімдеу орталығы кеден қызметіне өттім. Мен жұмысым үлкен жауапкершілікті және адалдықты талап етеді. Мен оны ұнатамын. Менің ойымша өз ісін адал атқарудан, әріптестерге қолдау көрсетуден, өзара түсіністік пен ортақ мүддені ту ететін ұжымның бір бөлігі болудан асқан бақыт жоқ. Мемлекеттік қызметші өзінің тікелей міндеттерін атқаруымен қатар жұмыста, отбасында, қарым-қатынаста адамдармен тіл табыса білу және спортпен шұғылдану арқылы барлық жағдайда үлгі болу тиіс. Өйткені президент атап өткендей, спорт тек дене күші мен денсаулықты нығайтып қана қоймайды, сонымен бірге жоғары адамгершілік, рухани қасиеттерді дамыта отырып, жігерді, табандылықты, жетістікке ұмтылуды тәрбиелейді. Спортпен шұғылданатын адамдар өмірдің барлық саласында кез келген қиындықты жеңе алады. Біз үшін мемлекеттік қызмет халыққа, отанға қызмет ету. Қазақстан экономикасын дамытуға атсалысып жүрген біз үшін мемлекеттік қызметте болу үлкен мәртебе. Жалпы еліміздің ертеңі адамның парасаттылығына, кәсіби біліктілігіне байланысты болғандықтан, біз өз ісімізде әрқашан адалдықты, инабаттылықты, ұлтжандылықты танытуымыз керек. Мемлекеттік қызметшілер күні құтты болсын.